Сәлем достар, сіздермен Аниме KZ арнасы. Осы видеода боец Баки анимесіндегі топ 10 кейіпкердің оқиғалары мен ерекшеліктерін толық таныстыратын боламын. Анимеде түрлі жекпе-жек техникалары мен күрес өнерлері қамтылған. Сондықтан аниме жүйелері динамика мен қызықты көріністерге бай. Баки өзінің қатал стилімен, экшенге толы көріністерімен және кейіпкерлердің күрделі табиғаттарымен танымал. Топтағы әрбір қарсыластар ерекше тұлға, ал Бакидің алға қойған мақсаты кез келген қиындықты еңсеру. Егер де экшенге толы, күш пен табандылықты толы анимені іздесеңіз, Баки дәл сізге арналған. Ал сіз дайынсыз ба? Ендеше біз Баки анимесін қорытындылауды бастаймыз. Арнаға тіркеліп, лайк қойып, ыңғайланып отырып алған болсаңыздар, мен видеомды бастаймын. Топтығымызда жатын 10-шы орындағы Рэцу Кай. Оқиғасы: Рэцу Қытайдан шыққан жекпе-жек шебері, әсіресе кунг-фудың шебері ретінде танымал. Ол Қытай турниріне қатысып, туған жерінің жауынгерлік өнерін қорғауға тырысады. Жекпе-жекке деген құрметті оны әлемдегі ең мықты жауынгерлермен бетпе-бет кездестіреді. Яғни айтқанда, өзінің күшін, дағдыларын шынықтыру үшін әлемдегі ең мықты қарсыластар іздейді. Рэцудің ең мықты күштері ол оның күшті жылдамдығы мен күрес тәсілдеріне бейімділігі. Ол күшті дене құрылымымен тіпті ауыр жарақат алса да қарсыластарын жеңе алады. Оның Шуй Чжэн техникасы күшті соққы береді, әрі дененің әртүрлі нүктелеріне жылдам шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Кунг-фудың ұстазы атанған бұл кейіпкер бізде ең мықты техникалардың негізгі идеологиясын жасағанын түсінеміз. Адамның ең әлсіз 64 нүктесін жете бақылаған бұл кейіпкер біздің тобымыздан орын алып отыр. 9-шы орында Кацуми Оричи. Оқиғасы: Кацуми Шинчикай карате мектебінің басшысы және Оа Доричидің асыранды баласы. Әкесінің жекпе-жек өнерін насихаттауды жалғастыра отырып, өз күшін әрдайым жетілдіреді. Әкесінен асып түсу үшін бар күшін салады. Күштеріне толығымен тоқтала кететін болсақ, Кацуми ерекше жылдам соққылармен ерекшеленеді. Оның махаббат техникасы арқылы ол бір уақыт бірнеше соққы бере алады. Бұл оған қарсыластарын жылдамдылықпен және дәлдікпен жеңуге мүмкіндік береді. Оның тез-тез істеген жаңбырша жауған ударлары қызып, оны отты қол деп те атайды. Ерекше қамшылай беретін, яғни денесін буындарын созындыра беретін соққылары оны адамдарға ерекше сипатты береді. Бұндай қамшы техникалары адамның бойына тигеннің өзінде қатты ауырсыну сезімдерін тудырады. 8-ші орында Джек Ханма. Оқиғасы: Джек Бакидің үлкен ағасы. Анасының өліміне Юджири Ханманы кінәлайды және оны жеңуді мақсат етеді. Ол жекпе-жек үшін өз денесін әрдайым жетілдіріп, ауыр дәрі-дәрмектер мен отаны әдістерін пайдаланып, адамгершіліктен тыс күшке ие болады. Күштеріне тоқтала кететін болсақ, оның дене құрылысы өте үлкен. Физикалық күшінің арқасында ол ауыр соққыларды жасайды. Джектің басты әдісі соққыларды ешқашан тоқтатпау. Осы арқылы қарсыластарының қорғанысын бұза алады. Оның күштілігі мен төзімділігі оны ерекше қарсылас етеді. Ода Ханма әулетінің қаны болғандықтан оға ерекше әсерлермен ерекше күштің атаулы соққылардың және ерекше техникалардың негіздері бар. Бұғаулардан босау үшін қарсыластарына қарсы қарағылы әдістерді қолданады. Дәрі-дәрмектерді шектен тыс қолдану оның ағзасына кері әсерлерін беруді жалғастырады. Тіпті ол әр шайқастан кейін өзін жетілдіру үшін көп калория жұмсап, көптеген тамақты жеуді мәжбүрлейді. Оның дәрі-дәрмекке тәуелділігі, яғни айтқанда, оның өмірін қысқартады. Бірақ та осындай алапат күшіне иесі атандырды. 7-ші орында Каку Кайо. Оқиғасы: Каку Кайо Қытайдың ең атақты жауынгерлерінің бірі. Тіптен жасы үлкен болса да, оған тең келер ешкім жоқ. Бұл өмірлік жауынгерлік өнерге арнаған және Қытайдың Кайо титулын иеленген. Оның өмір бойы жаттыққан техникасы, физикалық күштері барлығы ең соңында оған керексіздік танытты. Себебі ол өз денесіндегі күшті негізгі жүректегі күшпен салыстырмау керек екендігін түсінді. Оның күштеріне тоқтала кететін болсақ, Каку өзінің жасына қарамастан денені керемет бақылайды және қарсыласының энергиясын пайдаланып күшті шабуылдар жасайды. Оның дыбыссыз шабуыл техникасы арқылы ол дыбыссызды қозғалдырып, қарсыласына күтпеген соққы жасай алады. Ол соққыны ауыр тиетінін Юджири Ханманың өзі білген болатын. Осылайша Каку біздің тобымыздан 7-ші орынға жайғасты. 6-шы орында Пикл. Оқиғасы:
Пикл динозаврлар дәуірінен қалған адам, мұз қабатында сақталып, қазіргі заманға қайта оянады. Ол өз дәуірінен тірі қалдықтарынан жекпе-жек табиғаттың бейімділігі өте жоғары. Заманауи жауынгерлер мен күрес кезінде жануарлар инстинкттерін сүйенеді. Яғни айтқанда, жануарлардың шабуыл жасау техникаларын пайдаланады. Күштеріне тоқтала кететін болсақ, Пикл өте алып, табиғи күші мен төзімділікке орналасқан зор. Ол динозаврлармен күресіп тірі қалғандықтан адам шегінен тыс күшке ие. Пикл инстинктімен және қатты соққылардың әдісімен жауынгерді оңай жеңеді. Оның жабайы әрекеттері адамды ойландырмастан шабуыл жасауға мүмкіндік береді. Оған қарсы шайқас, яғни айтқанда ессіз айдаһарларға қарсы шайқас дегенді білдіреді. Үздік бестікті ашатын Изу Мотобе. Оқиғасы: Изу Мотобе самурай мәдениетін ұстанатын жауынгер және жауынгерлік өнерді сақтаушы. Ол дәстүрлі жауынгерлік тәсілдерді дамытып, қазіргі замандағы жауынгерлермен салыстырғанда ерекше көзқарасқа қалады. Күштеріне тоқтала кететін болсақ, Изудың күші оның стратегиялық қабілетінде және жауынгерлік шеберлігінде. Ол әртүрлі қарулардың шебер қолданады және тактикалық қорғаныс арқылы қарсыластардың шабуылдарын кері қайтарады. Самурай мәдениетін негізіне қалыптастырған бұл шебер ерекше катаналық стильді қолданады. Жас кезінде Юджиро Ханмаға кездесіп, одан жеңіліс тауып, шах деп тірі қалады. Сол сәттен бастап өзінен әлсіз екенін түсініп, мықты болуға талпына бастайды. Оның тек қана катаналық шеберлігі емес, физикалық күштері де оны ерекшелейді. 4-ші орынға да келіп жеттік. Юичиро Ханма. Оқиғасы: Юичиро Ханманың әкесі және Бакидің атасы. Ол өз уақытында жекпе-жек әлеміндегі аңызға айналған жауынгерлердің бірі. Көптеген қарсыластарын жеңіп, өзінің жойқын күшімен танылған. Күштері: Юичиро Ханма өзінің орасан зор күшімен ерекшеленеді. Оның әлемдік жойқын соққы әдісі қарсыласын бір соққымен жеңуге мүмкіндік береді. Оның күші Ханма әулетінің басты ерекшеліктерінің ретіне айналды. Ханма әулетінің болғаннан кейін оның денесінде ерекше күштер қалыптасқан. Ол Ханма әулетінің негізгі мұрасына айналған. Физикалық күштері: Юичиродан кем қалмайтын ерекше жан. 3-ші орынға да келіп жеттік. Баки Ханма. Оқиғасы: Баки Ханма анименің басты кейіпкері. Ол әлемінің ең мықты жауынгері болуды армандайды. Әкесі Юджиро Ханманы жеңу үшін өз денесін және рухын шыңдап, көптеген күшті жауынгерлермен күреседі. Анасы да оны керексіз мусор деп ылғи да ұрып соғатын. Бірақ бір күні анасының шексіз махаббатын байқаған Юджиро Ханма оны өлтіріп тастайды. Сондықтан Баки Ханма Юджиродан кек алуды, яғни айтқанда анасының өлімі үшін кек алуды алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін талпынады. Күштеріне тоқтала кетсек, Баки өзінің шапшаңдылығымен, төзімділігімен және қарсыластарының әлсіз жерін таңдауға шеберлігімен ерекшеленеді. Оның жолбарыс ысқырығы әдісі қарсыластардың денесін зақымдауға мүмкіндік береді, әрі оның физикалық күші өте жоғары деңгейде. Ол өзінің қарсыласын алдын ала болжап, соған қарсы әдістерді дайындара бастайды. Баки бізде 3-ші орынға шайғасқандықтан 2-ші және 1-ші орындағы кейіпкерлер сендерге өте қызықты болуы мүмкін. Ендеше арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыз. 2-ші орында Миятомо Мусаши. Миятомо Мусаши оқиғасына тоқталсақ, Жапонның тарихындағы атақты самурай және пехович шебері. Ол қайта тірілген соң қазіргі заман жауынгерлерімен бетпе-бет келіп, өзінің ар-намысын қорғау үшін күреседі. Күштеріне тоқтала кететін болсақ, Мусаши ерекше семсер шебері ретінде екі қолмен бірдей шабуыл жасай алады. Оның екі семсер техникасы өте қауіпті, әрі қарсыластарын шабуылына жауап қайтару қабілеті бар. Оған қарсы бірге-бір келген ешқандай жауынгердің мүмкіндігі болмайды, себебі екі қылыш техникасы арқылы ол ерекше галактикалық соққылар бере алады. Оның мығым денелері оған жасалған шабуылдардың ешқандай пайдасыз қылып көрсетеді. Себебі оның денесінде бір дақ қалмайды. Өте күштілігі соншалық оның шабуылдарына қарсы Юджиро Ханманы өзі шайқаса алады. Демек, 1-ші орынды біліп отқан шығарсыздар, ол Юджиро Ханма. Оның оқиғасы: ол әлемдегі ең мықты жауынгер және Бакидің әкесі. Ол адамзаттың шегінен асқан күшке ие және әлемдегі барлық жауынгерлер арасында танымал. Оның қатыгездігі мен ар-намыс жауынгерлік өнері таза күйінде көрсетіледі. Күштері: Юджиро Ханма күші адам сенгісіз деңгейде. Оның жойқын соғысы
қарсыластарынан бір соққымен жеңуге мүмкіндік береді. Юджиро кез келген күрестен үстем болу үшін қарсыластардың әлсіздігін шебер пайдаланады және әртүрлі техникаларды меңгереді. Оның көзқарасының өзі кейбір жауынгерлерге өте қорқынышты болып сезіледі. Осылайша Баки анимесіндегі тек жекпе-жек пен күшті көрінетін шығарма ғана емес, ол ерік жігердің, мақсатқа жетудің, қайсарлық пен рухани күштің символы ретінде көрсетіледі. Бұл анимедегі барлық кейіпкерлердің өзіндік күші ғана емес, ішкі жан дүниесінің, отбасына деген қатыстығы және ең бастысы олардың ерекше шынайы болмысын ашады. Осылайша біз видеоның соңына да келіп жеттік. Арнаға тіркеліп, лайк қойып болсаңыздар, келесі анимені пікірге жаза кетіңіздер.